Сәлем достар, біз бүгін One Piece анимелерінің персонаждарын табатын картаны ойнайтын боламыз. Сен білмейтін боласың, бірақ мен One Piece'ті кішкене көрген болатынмын. Ең алдымен мен наяқтан бастайын. Достар, мен ештеңе салайын десем, сендерге ештеңе айтпағам. Сол себепті мен сендерге айтайын. Мен One Piece'ті бұрын көргенмін, қазір ұмытып қалдым. Сол себепті мен ең оңай почти бастайтын боламын. Бұл Драгон, ал мынау Сабо. Ал келесі ол Иванко болған достар, бірақ мен бұның атын дұрыстап жаза алмағандықтан толық таба алмадым достар. Негізі мен бұларды білемін. Мен бұл персонаж таба алмағандықтан бұны тапсырмайтын болдым достар. Ал мен жаңадан бастайын. Бұл жолмен ең оңайлары, яғни көбі білетін пираттардан бастайтын боламын. Бұл яғни One Piece'тің негізгі кейіпкерлері. Бұл Луффи достар, яғни бәрін білетін боласыңдар. Ал келесі бұл Зоро, яғни Луффидің оң қолы болып табылады. Ал үшінші бұл Нами. Нами бұл навигатор. Ал үшінші бұл Санджи. Санджи бұл аспаз болып табылады. Ал бұл Робин. Ал бұл Усоп. Ал мынау Чоппер, яғни дәрігер. Ал мынау Джинбей. Ал бұл Брук. Достар, мен Брукты таптым. Міне, бұл Фрэнки. Ал достар, мен One Piece'ті аяқтаған, One Piece'тің негізгі кейіпкерлерінің командасын аяқтадым. Енді мен қайсын таңдаймын? Достар, қайсын таңдайды деп ойлайсыңдар? Соны комментарияға жазып кетіңдер, видеоны тоқтатып тұрып. Мен, яғни мықты пираттардан. Бұл Ло. Яғни достар, мен One Piece'ті бұрын көргендіктен ұмытып қалдым бұларды. Сол себепті мен дұрыстап жаза алмай қалдым. Ал енді мен бәрі танитын, One Piece'ті көрген адамдардың бәрі білетін пираттар және легенда пираттардан нететін боламын. Бұл Шанкс. Дұрыс жазылмады достар, қазір жазамыз. Болды. Ал екінші бұл Белоус. Достар, мен Белоустың атын тікке жазып қойдым. Мен егер байқасаңда, сенде үстіде помощник, яғни шпаргалка деп айта салайын, сондай тұр. Яғни бізге көмек беретін, ұмытып қалсақ. Содан қарап жазған болатынмын достар. Себебі мен бұл Белоус болғандықтан бұны көптеген серияларда көрсетпейді. Бұны тек маңызды серияларда ғана көрсетеді. Сол себепті мен бұны ұмытып қалған болатынмын. Ал үшінші Роджер, пираттардың патшасы. Роджердің нағыз қарсыласы Белоус болған достар. Ал бұл Тич, яғни антагонисттердің ең жаманы. Ал бұл Рейли. Достар, мен Рейлидің атын дұрыс жазбай, көптеген ұзақ уақыттар демей-ақ қояйын, кішкене уақыт болсын, болған атын жазуға кетті достар. Айып етпейсіңдер. Себебі Рейли маңызды серияларда көрсетіледі. Луффи оны жоқ, керісінше Луффиді Рейли волямен үйретеді, яғни воляны үйретеді достар.
міне мен үстін қарап жазған болатынмын. Достар, бұл Кайдо яғни антагонистердің бірі болып табылады. Ал бұл Биг Мам, яғни бұрын Кайдоның командасында болған, қазір тоже бірақ шығып кеткен. Ал бұл Багги ол Шанкстың бауыры. Ал бұл яғни ең ескі адамның бірі, 800 жыл бұрынғы мықты адамдардың бірі Шебек. Достар, мен Шебектің атын кішкене қате жаздым, оған айып етпейсіңдер. Мен Шебек туралы білетін ақпаратым аз ғана. Яғни Шебек өте ескі адам. Бұл бірақ ескі адам болса да мықты адам болған. Бұның командасын аты Рокс болып табылады. Яғни кезінде мықты пираттардың бәрін қосқан осы Шебек болған, достар. Бұл Шики, достар. Соның бауыры деп айтсақ болады. Достар, мен аяқтадым. Енді мен сол себепті келесі видео кездескенше, достар.